Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? 9-шы дәріс. Тақырыбы отбасы мен балабақшадағы музыкалық тәрбие. Жалпы музыкалық тәрбие дегеніміз бала тұлғасының жан-жақты дамуының маңызды бөлігі. Ол тек балабақшада ғана емес, ең алдымен отбасында қалыптасады. Музыкалық тәрбиенің күші зор. Ол баланың эмоциялық сезімін ең бірінші байытып, қиялын дамытады. Сонымен бірге әсемдікке, мейірімділікке, ұлттық мәдениетке баулиды. Сондықтан музыкалық тәрбиеде отбасы мен балабақшаның өзара байланысы ерекше маңызды болып табылады. Отбасында музыкалық тәрбие беруде ата-ананың рөлі өте зор. Музыкалық орта қалыптастыру, мысалы үйде халық әндерін, классикалық шығармаларды тыңдату арқылы музыкаға қызықтыруға болады. Ән айту дәстүрі, мысалы үйде бесік жырын, анасының әлдиі, балалардың әндерін ата-аналарының орындап беруі бұл да өте маңызды. Сонымен бірге осы арқылы оқушыларды шығармашылыққа баулуға болады. Балаға ырғақ пен өлең айту, қарапайым қимылды ойындарды үйрету деген сияқты. Бұл жерде ата-ана өзі үлгі көрсету керек. Өнерге деген қызығушылығының туындауына ықпал етуі керек. Сонымен бірге ұлттық өнерге де баулу. Бұл жерде мысалы домбыра, қобыз сияқты аспаптардың үнімен таныстыру, халық әнші, күйші, ән күйлерімен тыңдату арқылы. Жалпы отбасында музыкалық тәрбие ол жаңағы отбасы ол алғашқы мектебі болып табылады. Өйткені ата-ананың үлгісі шешуші рөл атқарады. Мысалы тәрбиешілердің отбасымен ынтымақтастығына келетін болсақ, ата-ананың байланыс орнатуы, мысалы жиналыстарда музыкалық тәрбиенің мәнін түсіндіру, олар бірігіп іс-шаралар ұйымдастыру, мысалы мерекелер, концерттер, отбасылық музыкалық қойылымдар арқылы. Сонымен бірге ата-аналарға кеңес беру, мысалы балаға қандай ән тыңдатуға болады, қандай аспапқа үйрету тиімді екенін жолдарын ұсынуға болады. Сонымен бірге баламен жеке жұмыс жасау керек. Мысалы баланың музыкалық қабілетін ата-анамен бірге отырып анықтап дамыту, мысалы, және біріншіден олар бір-бірінің әсерімен бір-бірін өздері толықтыру қажет. Сондықтан қорыта айтатын болсақ, мектепте тәрбиеші мен ата-ананың ынтымақтастығы бұл баланың музыкалық қабілетінің үйлесімді дамуының кепілі болып табылады. Балабақшадағы музыкалық тәрбие бағдарламасының негізгі компоненттері мұнда музыканы тыңдау, ән үйрету, әртүрлі жанрдағы шығармаларды қабылдау, үйрету, тыңдату арқылы, музыкалық мысалы шығармалардың мазмұнын талдату, осындай әрекеттер эмоциялық әсер береді. Балалар музыкалық әсер алады. Сонымен бірге балаларға арналған әндерді үйрету, халықтық әндер арқылы ұлттық құндылыққа да баулуға болады. Сондықтан бұл жерде отбасы мен балабақшаның ынтымақтастығы өте зор болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет.